Қайырлы күн баршаңызға. Кез келген той дастархандағы трендтен түспейтін тайский салатының рецептімен бөлісетін боламын. Осылай қиярымызды үшбұрышты етіп турап шығатын боламыз. Және де қызанағымызды да осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Қайнатылған сиыр немесе жылқы етін де турап аламыз. Тайский салатқа ерекше дәм беретін осы кинзаны да ұсақтап турап аламыз. Және де үстіне қызыл светофор болгарскийімізді де салатын боламыз. Тайский салатқа керекті көкөністердің барлығы салынды. Енді үстіне аздап кристаллик тұзымызды саламыз. Тағамдарға ерекше дәм беретін вегета приправасынан да көз мөлшермен салып аламыз. Баночкадағы аджигамызды саламыз және соевый соусымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы ең керемет тайский салаттың рецепті десем де болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Бұны кез келген той дастархан немесе құдалық, құран барлығына ұсына беріңіздер. Ұсақталған чесноктан аздап салып жібереміз. Енді барлығын араластырып, тарелкаларымызға салып, дастарханымызға қоя береміз. Бұл тайский салаттың рецепті өте ерекше. Дәл осы рецептпен жасаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай салаттың түрі де дәмі де өте ерекше.